Хит ТV арнасында. Шындап қарасақ, ақшаны жақсы көреміз, бірақ уақытқа мән бере бермейміз. Ақша адамды бақытты ете ме? Өмір бақи еңбектеніп жатырмыз дейді, бірақ ана жеткен жетістікке мен жетпедім. Көршіміз былай қарасаң, бір адам жұмыс жасайды дейді, бірде жасайды, бірде жасамайды, бірақ сол бай тұрады дейді. Өнерінен, талабынан, талантынан қызғанады деген еркектерге түсінбеймін. Еркектің бар ғой, түрі де болмай ақ қойсын, бойы да болмай ақ қойсын. Ақша табатын ойы болсын. Композитор Берік Дихан мен ақын Гүлсім Сатыбалды бұл туралы өз тәжірибелерімен бөліседі. Ашу жоқ кезде айтсаңыз біз жайыл барлығын орындаймыз. Қалай жолдасыпты өзіме биік қойдым, солай мен уже жолым жүріп кетті. Күйеуін ойлаған әйел өмірде ең бақытты әйел дейді. Ер азаматтар, айналайындар, бір әрекет жасаймын деген әйел болса, оны ұстамаңыздар. Отбасы құпиясы бағдарламасында журналист Меруерт Айтенова мен уақыт және ақша мамандыққа байланысты тақырыбында қызықты талқы жүргіземіз. Осы сенбі 20:15-те бірге тамашалайық.